11 сабақ. Үй құстары. Атам үй құстарын өсіреді. Үй құстары қаз, үйрек, тауық, әтеш, күрке тауық. Екеуміз құстарға ұя жасадық. Мен атама көмектестім. Құстарға жем, су бердік. Ертеде екі әтеш дос болыпты. Бір күні әжей оларға жем шашады. Шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті шоқып жем жегізбейді. Сұр әтеш ашуланып, шұбар әтешті шоқып алады. Екі әтеш жемге таласады. Сол кезде көрші балапандар жемді жеп кетеді. Әлем бұл тәртіпке келтірілген механизм. Біз оны қозғалуға итермелейтін тегершіктеріне аса мән бермейміз. Кез келген бөлшектерді тіпті ең кішкентайын дұрыс бағаламау кез келген істе үлкен қателікке соқтырады. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін тауық пен оның балапандары жақсы мысал болады. Тарихқа көз жүгіртсек, тауықтың қайдан пайда болғанын білетіндер аз. Кейбіреулері қайсы бірінші пайда болды, тауық па, жұмыртқа ма деп ойланып та қалады. Бірінші жұмыртқа пайда болды деп сеніммен айтуға болады, өйткені барлық құстар, соның ішінде тауықты ұшатын динозавр птеродактильдің ұрпағы, ал оның жұмыртқа салғанын бәрі де біледі. Миллиондаған жылғы даму эволюциясының нәтижесінде жабайы шіл пайда болды. Есесіне оны ғаламшардың кез келген түпкірінен кездестіруге болады. Көп ұзамай адамдар шіл аулаудың ақымақтық екенін түсінеді. Оның үстіне құстар да адаммен көршілес тұруға қарсы болмады. Аздап тамақ беріп, адамдар құстарды қолға үйретіп, оларды үйде өсіре бастады. Әрине, құсты үйдің ішінде ұстау эстетикалық тұрғыдан дұрыс емес. Сондықтан құстарға арналған тауық қора жасалды. Ол осы күнге дейін сақталған. Тауықтар арнайы бақандарға отырып, жұмыртқа басады. Тауықтың біздің өмірімізде атқаратын рөлі мен маңыздылығын көбі мойындамайды, бірақ скептиктер үшін жоққа шығарылмайтын бір дерек бар. Тауық еті өте дәмді және пайдалы. Құстың өзі көп күтімді қажет етпейді, бергеннің бәрін жейді және жұмыртқа басып шығады, яғни күн сайын ұрпақ береді. Формуласы қарапайым, тауық көп болса, жақын арада олардың саны еселене түседі. Нақ осы себеппен ауылдағы әрбір үй тауық өсіреді. Тауықтың әмбебаптылығы оны ғаламшарымыздың басты асыраушысына айналдырды. Оның етінен жасалатын керемет тағамдар қаншама, жалғыз бол емес. Тауықсыз әлемді елестетіп көріңізші. Әжелеріміз пісіретін котлеттер, жаншылған ет туралы ұмытыңыз. Нан. Әрине, оны тауықтың жұмыртқасын қоспай пісіруге болады, бірақ дәмі мүлдем басқаша болады. Макарон, паста. Жұмыртқа болмаса бұлар да болмайды, сондықтан бұл құсты аспаздықтың атасы немесе анасы деп ауыз толтырып айтуға болады.
тауық Қазақстан мен басқа да бауырлас мемлекеттердің мәдениетінен де орын тапты. Бұл кейіпкерге арналған ертегілер, әндер мен мультфильмдер де аз емес. Көп жағдайда ол ана ретінде және балапандармен бірге ұсынылады. Есесіне ол әр жерде әрқилы. Бір жерде ақымақ жеңілтек қыз болса, басқасында жақсы көретін қамқор ана, тағы бірінде ашулы әйел. Қалай болса да тауық әрқашанда ықыласпен көрсетіледі. Алтын жұмыртқа ертегісінде автор тауықтың жұмыртқасы нағыз алтын өнім екендігін жеткізеді. Бұл тауық күнде осындай жұмыртқа басып шығарады. Осылайша жай тауықты мысалға ала отырып, ешкім байқамайтын жұмыстың аса маңызды екендігін жеткізуге болады. Ортақ іске аз да болса, үлес қосқандар әрқашанда құрметке бөленеді. Бес балапан және үйрек дөңбешікке келді серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, төрт ақ балапан қайтып келді. Бір, екі, үш, төрт. Төрт балапан және үйрек дөңбешікке келді серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, үш ақ балапан қайтып келді. Бір, екі, үш. Үш балапан және үйрек дөңбешікке келді серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, екі ақ балапан қайтып келді. Бір, екі. Екі балапан және үйрек дөңбешікке келді серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, тек бір балапан қайтып келді. Бір балапан және үйрек дөңбешікке келді серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, барлық балапан жоғалып кетті. Уайымдап қалды ана үйрек, дөңбешікке шықты серуендеп. Ана үйрек крәк-крәк деді, барлық балапан қайтып келді. Барлық